жынды ғой анау, ё-мое. Мә, анан қараңдар, анау, дәу не анау, басында не айна. Биткоин, мә керек. Достар, сізден бірге біз бүгін крипто қалаға жетіп қалдық. Біз мен мысал үшін қайықпен келдім, өте ұзақ болды, шаршап кеттім. Жаман екен, жаман ұзақ адам шаршатып жібереді екен кәдімгідей. Енді неге самолетпен келмедім десеңдер, мен самолетқа ақшам просто жетпей қалды вообще. Қымбат тұрады екен, потом мен қайдағы жоқ бір төсек таңдаппын өзіме, мына жақтан түнде суық деген жаман ұрады. Заттар не мына жақта бір адам, бұл криптоқала ма деп сөйлесіп отқан бір адаммен таныс болдым. Соны маған кітап берді, криптоқала деген соны өзімен бірге алып кетіп, потом мына жақта маған железный кирка сатты, ақшам бәрін соған бердім, қалған ақшам. Соны кішкене қалтамда тамақ бар. Содан опытым қараңыз 24-791 өзім таңғалып қалғансың ғой, қайдан шыққан опыт деймін де ол. Енді мына жақта қала әсем екен, әрине, қала супер просто класс. Кто не верит тому в глаз деп қойған. Так, мына жерде мынау ферма точно айтайын. Міне. Знаменитый Суасты кафесі бұл қаланың достопримечательностьтерінің бірі. Сосын бұл жерде екінші достопримечательность бар деп естігем. Негізі достопримечательностьтердің тағы біреуі үлкен мынандай. Дәу, огромный енді мынау. Дәу кирка ғой, астында биткоин жатыр. Сосын ар жақта дәу қылыш бар, короче. Сол жақта жұмыс істеймін деді ма, бағанағы кісі маған сатқан сондай бірден кетеді айтыр. Жынды ғой анау, ё-мое. Анан қараңдар, анау, дәу не анау, басында не айналып жатыр, свет. Керек болса, жынды ғой, жынды қала, Мен старый қаламнан қараған жақсы екен, мен старый қалам мынандай нәрселер болмаған ғой анау. Жынды еще анау. Күннен күнге новый райондар салынып жатыр дейді маған. Бір жақтан бір кішкене квартира бірдеңке салып тұрамыз ғой деймін пока что. Қарап, биткоин астында, талай биткоин, дәу кирка жатыр, астында биткоин сындырып тұр ғой, таза криптоқала ғой. Айды мастер дегендерден шыққан ғой негізі осы криптоқала деген, криптодолина деген ол террасер ньюкем деген орыстардың ютуберлері, егер білсеңіздер әрине білетін шығарсыздар деген ойдамын. Енді барлығы біле бермейді. 5 миллион адам білет, енді 5 миллион адам ішіне бүткіл қазақстандықтар кіреді деген ойда емес. Мекен қазақстандықтардың саны 18 миллион сол үшін. Егер білмесеңіздер, короче, криптоқала, криптогород деп түсіретіндер солар. Оларда және де криптоқалаларында криптовалюталар, валюта тыйым салынған, ал біздің қалада тыйым салынбаған. Сосын ар жақта біреуден сұрауым, бүйтіп айтады, криптаны құдықтың ішінде ауыстырасың дейм ба? Қалай құдықтың ішінде дым түсіндірмеді, короче, құдық түсінесіз тағы дедім. Ар жақта карта тұр ғой, керек болса. Ойбай, чисто байқамай, чисто байқамай. Просто по приколу кетіп бартам. Однан сындырып ал мен. Ештеңе демей шығар ешкім. Достар, кішкене тұмауратып қалдым жолда. Міне мынау біздің қайық міне. Осы қайықпен кеткенде арт жағында тұрып, суық жаман ұрды, тұмауратып қаптым чуть-чуть. Мына жақта екен негізі. Футбольный поле дейді. Футбольный поле бар екен бұл. Мынандай заттар бар, ішінде мынандай бар. Пока біз мына жерлердің бір жерлерінде жүрміз. Негізі қала дәу. Қала дәу екен. Ана куст сындырып алған үшін ешкім ештеңе демейме екен маған. Сол жаман баптар просто. Чисто по приколу келіп жатсам, тұрып сылқ қалған істедім бе? Mine entrance. Міне осы жер шахта сияқты. Шахта шығар деп отырмын. Опа, киркам қолмайым. Точно шахта. Канализация емес па? Канализацияға кіріп байқамайды. Ой, кәжіріңіздер, тұмауратып қалдым. Енді ескерткем. Так. Биткоин! Керек болса. Биткоинчик. Базар жоқ екен. Осы ма не? Базар жоқ, қазақ екен.
Так. 6 перкоин. Ол қанша тұратындар білмеймін ғой мен. Аттарын білемін да. Мына сайттарын көріп алып. О, міне тағы перкоин. Биткоиндар ол ма екен мұнда? Биткоиндар. Биткоин. Мына жерде біреулер болған сияқты ғой. Неге перкоинді алмаған? Факел қойып кетті біреу. Алып қой. Ачық мына қой. Неге жанбай жатыр десең, Хоп. Опа дейміз. О, мында да перкоин бар. Әрине бұл перкоиндар біз алып аламыз да барамыз да ауыстырамыз енді. Басқа не істейміз? Так. Басқа перкоин жоқ па не? Так, может түбінде тақ. Мә, басқа перкоин жоқ па? Әрине, мен бүгін өзім жалғыз тұрып жатырмын. Менің досым екінші тура осындай корабльға отырған, бірақ оның что-то корабль жолда тоқтап қалып бір жаққа қачы. Біздікі тік жүре берді, ол кішкене айналып баратын корабль екен, байқамай соған отырып апты. Соны кішкене кешігіп жатыр, келе серияларында келем деген ойдамын дейді енді. Сөйтіп айтып жатыр, білмедім. Әйтеуір келет. Өзім жалғыз тұрмеймін, самое главное, өйткені мен досым Бенза деген ютубер келетін болады. Бірге криптоғалада өмір сүретін боламыз. Бұл жақта бәрі біткен сияқты, ары қарай туннельде жоқ. 19-ақ перкоин шықты. 19 перкоин. Бірақ оның өзі нормальный ақша болады деген үміттемін. Соны бір қорқатым, мына жерде арт жағынан біреу жауып тастамай ма екен мына жерде. Байқамай біреуге мынаны байқамай бас кетіп, кішкене байқамай тигіз кетіп, омыз кетіп, құптан қып, мен ашына алып қалмасам болды. Бірақ самое главное, киркам бар, тесіп шығам енді оны. Оны тесіп шығу оңай бола ма екен? Оны потом еще. Тесіп шыққан не істеймін да тағы. Сол тесіп шықсам, оны потом штраф деп мен. Мен құдықтан су ішуге бола ма екен? Ішінде фонарик тұр ғой, қалай ішесің сонда? Мә? Не мынау? Құдықтың ішіне обменяться етесің деген осы емес пе дей? Мен мына жер суды ойлап отырмын, жынды ғой мынау? Жауып тастады ма? Мә керек болса. Ой. Ассалаумағалейкум аға. Қалайсыз, қалжалдайыңыз қалай? Сіз ба мына жақта ауыстыратындарыңыздың бірі? Я, мен дейді, мә. Қуаныштым сіз көргеніме. Ал енді баға жағына қарап көрсек. Мынау эфир. Я дейді. Мә эфир $150, биткоин $100, дэшкоин 50, лайткоин $10, перкоин $1. Мә сонда мен 19 перкоин берсем $19 алам ба? Я дейді. Мә. Ойбай. Тиіспе дейді, мен просто қарап отырмын не бар екен. Ұрлап алып кетті қоймайды. Камера бар, түсіріп алады дейді. Білем. Мен ондай адам емеспін мен. Ұрламаймын мен. Бәрібір ұрламаймын ғой. Ары кетсе біреу екеуін қалтама салып кетемін, ода тұрған түгім. Ештеңеміз қой. Оның тұрған ештеңе жоқ, деп қалсын айтамын мен. Уй. Міне. $19 алдым. Міне, тура $19. Болды, рахмет. Көп. Қалай шығушы еді, ұмытып бағасың ғой. Опа. Міне. Алғашқы ақшамыз, алғашқы өзіміздің нелерімізді, криптовалютамызды шын ақшаға ауыстырдық. Бұл жақта кәдімгідей енді біліп жүретін боламыз, ауыстыруға болатын. Сонау не пәлені? Не, бәсі неме күйіп қайнап жатырмын десем, мына жақ магма тұр ғой, ё-май. Не өндіретін білмеймін. Мында кокос өндіретін. Осындай кокос өндіретіндерді тауып алсам бір-екеуін. Кокос сатып алу керек. Ал бірақ қазір бүгін бізге кокос керек емес, түн батып кетті. Келесі қалаға шығып кетті сияқты, пока керек емес. Келесі қалаға шығып кетейік. Келесі қалада не бар екен қарап көреміз. Соны аз ақшаға кішкентай бір үй жалдап алсақ болады. Сосын айды кімге жалдаймын бұл?
Білмейсіз ба айдың кімге жалдасам болатынын? Сізге? $20 дейді. $20 емес па? Сізде не аласыз ба не? Мен онда сізге $19. Мына жаққа тастап кеттім ме? Короче, достар, міне сіздерге видеоны жатқан шығар. Біз пока что аны жақта. Ақшаңды алсай, жынды. Егер сіздерге видеоны жатса, онда лайктарыңыз басып отырыңыздар. Дәп жаңбырдың астында үлгеріп кеткенсің ғой. Мына үйде мен пока что отыра тұрам. 1-2 аптаға, наверное, жалдап алдым мен. Әйтпесе бір ай болса да, әйтеуір мындай кішкентай бір үйде өмір сүре тұрамыз. Сонда алдағы уақытта тағы да көп биткоин тағы нәрселер табамыз да, соларға қызықты қылып тұрып бір үйлер сатып алып, машина сатып алып, та жақта машина бәрі бар. Өзіміздің бизнесімізді ашып, мысалы, криптовалютаны не істеп, алда қызықты және де бензамен сүретін болам. Ал енді сіздерге осы лайктарыңызды кәдімгі жабыстырып басамыз. Сіздермен бірге болған мен Озон. Қош! Сау болыңыздар, каналға тіркеле.